Сәлем баршаңызға. Пайдалы салаттардың бірі квашеный капуста жасайтын боламыз. Яғни бұл паразиттердің жауы болып табылады. Бізге керек заттар капуста, сәбіз, лавролист, перец керек. Ең алдымен капустамызды тазалап, әдемлеп, ұзынша етіп турап аламыз. Қанша мөлшерде керек екенін заттардың барлығы описание бөліміне жазып қалдырамын. YouTube каналыма өтіп қараңыздар, неше түрлі сіздерге ұнайтын рецептер бар. Капустамызды осылай толықтай турап аламыз, әдемлеп. Барлығын турап болдық. Енді кезекте бізде сәбізді үккіштің үлкен бөлігінен өткіземіз. Бізге бір сәбіз жетеді. Мінекей болды. Енді бізге үлкенірек ыдыс керек, барлығын араластыру үшін. Мінекей ыдысымызға капустамызды, сәбізімізді салып, үстіне дәміне қарай тұз саламыз. Мен бұл жерде 3 ас қасық тұз салдым. Өзімнің қолымның жобасымен. Кішкене тік болсын десең, тұзын 4 қасық салсаңыздар да болады. Қолдың көмегімен әдемілеп барлығын араластырып, кішкене мұжамыз. Қатты мұжудың, қатты суын шығаруының қажеті жоқ. 5-6 мәрте мұжсаңыздар болады. Соның өз әдемілеп кішкене де болсын суын шығарады. Таза банкымызды алып, осылай ішіне салатын боламыз. Мен 3-4 уыстай салып, одан кейін 3 қара бұрыш дөңгелегін салдым. Одан кейін бір лавролист жапырағын 4-ке 3-ке бөліп осылай салдым. Қолымыздың көмегімен осылай нығыздаймыз. Осылай 3 немесе 4 уыспен салғаннан кейін жаңағы қара бұрышымыздың 3 данасын және де бір лавролист жапырағын 3-4-ке бөліп осылай салып, қолымыздың жұдырықтау арқылы нығыздап капустамызды банкеге толтырамыз. Мінекей менде толып қалды. Ең төменде аз ғана суы шығады, ол суын да құятын боламыз. Мінекей. Міне 4 қара бұрыш салдым және бір лавролисті салдым. Үй температурасында 3 күн тұрады. Осындай крышкасы кішкене ашық түрде. Және де 3 күн бойы азанда обедте кешке осылай ауасын шығарып тұрамыз. Бұл міндетті түрде. Түбіне дейін жеткізіп, ауасын әдемілеп шығарып, крышкасын осылай қойып қоямыз. Мінекей бізде 3 күн тұрған капуста енді аузын жауып, холодильникке салып қоямыз. Міне холодильниктен алдық мінекей. Тамаққа қосып жіберсеңіздер болады, өте әдемі болып шығады дәмі. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыз, каналыма өтіп тіркеліңіздер.